Заңмен ешкім істеп жатырмыз ғой мен. Пәленбай жылға дәрімізге жетпейді шыны керек. Дәріден дәрі болды. Күнкөріс қой біздікі. Қарапайым халықтікі күнкөріс. Мен жұмыс істеп жүрген 87-тен бері жұмыс істеймін. Артық ештеңе жоқ. Болды, халыққа құтқан балалардың киімін киеміз. Конечно, можно. Воруй побольше и разбогатеешь. Адамның өзіне байланысты барлығы. Біз Шымкентте келіп отырмыз бұл жерге. Екеуміз де зейнеткерміз. Мен 76-та, бұл кісі 74-те. Біз не дейміз? Балаларымыз бар, небелеріміз бар, біз баймыз. Мысалы материалдық тұрғыда бір миллионер болуға бола ма, қалай ойлайсыз? Заңды бұзбай. Заңды бұзбай, миллионер болуға біз өзіміз заңды бұзған жоқпыз. Бірақ миллионер боламадық. Бірақ жақсы зейнетке шығып, жақсы өмір сүріп жатырмыз. Рахмет балам. Можно, если хорошо работать. Это мое глубокое убеждение. Но надо найти, иметь образование и найти такую хорошую работу. Ну, можно, конечно. Не знаю, мне вообще очень нравится Казахстан. Очень. Я люблю его. Тек қана адал жұмыс істеу керек, ұрлық жасамау керек. Сол адал жұмыспен байлыққа көтеру керек. Береке береді да Алла Тағала өзі. Адал жұмыс істеу керек, еще сіздің зарплатаңыз аз болмау керек қой. Енді көп зарплатадан қайдан аламыз енді? Сондай жұмысқа кіру керек. Жақсы. Енді өмір бақи адал еңбек істеп жатырмыз. Енді тауба, жаман тұрамыз деп айтпаймыз. Үйіміз бар, машинеміз бар, көлігіміз. Жақсы продукты. Жақсы аламыз, енді фрукты, овощи бәрі. Енді одан артық ештеңке жоқ, но ең керекті заттарымыздың бәрі бар. Жақсы өмір сүруге. Күйеуіміз екеуміз де жұмыстамыз. Пенсияға шығуға кішкентай қалды. Кто как хочет, не получится. Каждый идет своими шагами. Кто на что горазд. У кого какие мозги. У кого какая сила в руках, в ногах. Я так скажу. Ладно, спасибо. Пожалуйста. Если кто-то что-то захочет, он всегда своего добьется. Но мы миллионерами не будем, конечно, но голодными тоже не будем.